банкке салсам болады, қай банкке салсам ұтылып қалмай. Сабағымызды жалғастырамыз. Мына сабақта жалпы Қазақстанның мынау депозиттерге кепілдік беру қоры жайлы айтқым келеді. Себебі мына мәселе көп адамдар жазады, менің қолымда 100 мың теңге ақшам бар, 200 мың бар, қай банкке салсам болады, қай банкке салсам ұтылып қалмаймын, ол банк банкрот болып қалмай ма деген. Әрине мынау Советский Союз дейді ғой, кеңес өкіметінен кейін көп адамдар қорқады банкке салуға, сенуден қалып бара жатыр. Тіпті менің ата-анам да көп жағдайда банктерге сене бермейді. Мысалы, сондай адамдар үшін осындай қор ашылған, қателеспесем 95-те ма 97-ші жылы ашылған. Маңызды емес қай жылы ашылғаны, бастысы бұл қор істеп тұр, жұмысын жалғастырып жатыр. КДИФ деп аталады. Енді бұны ағылшын тілінен аударған кезде, ал енді қазақ тіліне аударған кезде, міне мен сайтына да кіріп отырмын, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры. Яғни бұл жерде сіздің салған ақшаңызға бұл қор толығымен кепілдік береді мемлекет тарапынан. Сіз бұл жерде ақшаңыз 3 түрлі вариант болады: 15 миллионға дейін, 10 миллион, болмаса 5 миллионға дейін жазып алыңыздар. 15 миллион, 10 миллион, 5 миллион. Айырмашылығын айтайын. Егер де сіз депозит ашып, оны ұзақ мерзімде сақтайым деп арнайы келісім шартқа отыратын болсаңыз, ол келісім шартта сізде ешқандай ақша салмаймын, тек қана кейін 3 жылдан кейін алам, 2 жылдан кейін алам деген нақты бір шарт болатын болса, онда ол сіздің ақшаңыз 15 миллионға дейін сақталған. Ал егер де сіз алмалы салмалы ақша деп, өзім қарапайым тілде айтам, мысалға біздің көбінесе үйреніп қалған Каспий банктың ақшасы сондай, біресе аламыз, перевод жасаймыз, депозитке аударамыз, депозиттен былай аударамыз. Алмалы салмалы ақша, оған мемлекет 10 миллионға дейін гарантиясын береді. Егер де сіздің жатқан ақшаңыздан 300 мың жатыр, банк банкрот болса, 10 миллионға дейінгі ақшаңыз без проблем қайтады. Және де үшінші вариант ол 5 миллион. Егер де сіз шетел валютасында, долларда, банктың депозитінде, либо еврода, либо там білмеймін рубльда жинайтын болсаңыз, главный банкте, онда 5 миллион теңгеге дейін ғана мемлекет гарантиясын береді. Вдруг ол банк банкрот болып қалса дегенде, осы уақытқа дейін қарасақ, кезінде білесіздер, банк тураны әлем, БТА, сосын валют транзит банк деген банктер болды. Одан кейіннен Астана банк банкрот болды. Мен өзім сол Астана банктың клиенті едім 2017 жылдары. Бірақ ол кезде мен ақша жатты, бір миллиондай ма, 800 мың ба әйтеуір жатты. Банк банкрот болды, ойбай банк жабылады дегенде қаншама ел шулап, жаңағы әлгі банктың алдына ойбай ақшасыз қалдық деді. Бірақ қорқудың қажеті жоқ. КДИФ кейін ұлттық банк лицензиясын банктен алып алғаннан кейін, тартып алғаннан кейін 3 айдың ішінде барлық ақшаны қайтарып берді. Мен де сол Астана банкте жатқан ақшамның барлығын толығымен қайтардым, яғни қорқыныш жоқ. Тура сол сияқты Капитал банк, Тенгри банк дегендер болды 2020-21 жылдары. Ол да банкрот болып, яғни банкрот болғанда қалай? Ұлттық банк лицензиясын алып алды, алғаннан кейін барып халықтың ақшасы таратыла бастайды, то есть өзіне қайтарылады. 10 миллионға дейінгі депозиттің нормасына байланысты. Мысалға, енді оқырмандарымның, именно үй алам деп оқырмандардың где-то 70%, наверное, отбасы банкке жинап жүрген шығар. Отбасы банкте сіздің ақшаңыз адам басына 10 миллионға дейін қорғалған. Егер де сіздің қолыңызда 20 миллион ақша болса, пожалуйста, отбасы банкке 10 миллион салыпсаңыз, Каспий банкке 10 миллион салыпсаңыз, мысалға. Бір банк бір адамға 10 миллион, мәселе осы, ол там семья деген жоқ. Немесе сіз отбасы банкке ақшаңыз салғыңыз келіп тұр, қолыңызда 20 миллион ақшаңыз бар делік. 10 миллионды өзіңізге салыңыз, қорқатын болсаңыз, 10 миллионды күйеуіңізге, либо мамаңыз, папаңыз, бауыр, қарындас, сіңлі деген сияқты екінші адамға саласыз. Кейін, білмеймін енді, Жилстройда основном 50-50 ғой, көбінесе алатын. Енді сіздің 10 миллионыңыз бар адам уже 20 миллионға спокойно онсыз да үй алып алған шығар. Сондықтан бұл жерде қорқатын нәрсе көріп тұрған жоқпын. Түсінемін, әрине сіздің жинап жүрген ақшаңыз, бірақ мемлекеттің гарантиясы бар, ештеңеден қорықпаңыз. Сосын
Тағы да бір не, ұлттық банк деген бар. Көбі шатастырады. Ұлттық банкті халық банкпен шатастырады. Ол халық банк, ол екінші деңгейлі банк. Ұлттық банк бізде бірінші деңгейлі банк, ол там осы бүкіл банктерді басқарады, заң шығарады, проценттерін бекітеді, базалық ставка мөлшерін. Ол ұлттық банк, национальный банк. Ол ешкімге кредит бермейді, ешкімге ипотека бермейді. Басқа банктер береді. Мысалға КДФ-тің мінекей қараңыздар, kdf.kz сайтына кіресіздер. Осы сайтқа кірген кезде депозиттер және кепілдік қатысушы банктер дегенді бассаңыз тізім шығады. Міне, мына жердегі мына агент банктердің алдын ала тізбесіне енеді, куәлік номер дегенге қатты бас ауыртатын нәрсе емес. Главный атауы. Біз көріп жүрген, сіз көріп жүрген Центр кредит бар, Халық банкі бар, Каспий банк, Нұрбанк, Алтын банк, Евразийский, Жусан банк, Форт, Альфа, міне Жинақ банкі дейді, Отбасы банк дейді, міне көріп тұрған, иә. Қытай банкі дейді, Банк Хом кредит, Чинхан, Минхан, ВТБ банк, үшін Freedom Finance банк, мінекей цифрлы ипотека жайлы, иә. Міне осының барлығы ұлттық банк тарапынан лицензия берілген, бақыланады. Қорқудың қажеті жоқ. Міне осылардың барлығына любой банкіне депозитіне ақша сала берсеңіз, былайша айтқанда, банк банкрот болса да, сіздің салған ақшаңыз жаңа айтылған сомаға дейін қайтарылады. Қорқудың қажеті жоқ. Егер қолыңызда 50 миллион ақша ма, пожалуйста, 5 банкке салып тастаңыз. Немесе қолыңызда мына жерде өзі қанша банк бар, санайыншы, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17. В общем, 20-22 банк бар, иә, примерно мен санай салдым. 10 миллионнан 22 банктың депозитіне салыпсаңыз, 220 миллион теңгеңіз болса, егерде мысалға сіз Каспийге сенбесеңіз, халыққа, либо Жилстройға сенбесеңіз деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан да осындай мәселе kdf.kz сайтына кірсеңіздер, мінекей бүкіл банктың несі. Осы банктерге қорықпай сала беріңіздер. Кейбір адамдар айтады, қорқыныш бар да, түсінемін. Кейбір айтады, 500 мың теңгемді қай банкке салсам банкрот болып қалмайды дейді. Любойына сала беріңіз, мыналарына списоктағы да, кәдімгі өзіміздің көріп жүрген банктерге. Бірақ бұл тек ақшаға ғана гарантия береді. Егер де сіз осы банктердің біреуінде там халық банкте, либо басқа банкте алтынмен, металлмен сақтайтын болсаңыз, онда оған гарантия берілмейді. Сондай-ақ Ислам банк жүйесі, иә, мысалы Аль-Хилал банк бар, көп адамдар, кейбіреулер ойбай мына жақта процент бар, харам дейді, Ислам банкіне барады. Ертең Ислам банк болатын болса, банкрот болатын болса, онда ақшаңыз кішкене қайтпай қалу қаупі де бар екенін ескерткім келеді, себебі КДФ тарапынан оған жаңағындай не жоқ, гарантия жоқ екенін ескерткім келеді. Міне КДФ-тің кепілдігі деген жерде міне тұр. Металл шоттарға, банк ұяшықтарына, ақшалар мен құнды заттар, жаңа депозиттік сертификат ол жай қағаз, ол ақшалай емес, то есть шатастырмаңыздар дегенім ғой. Мысалы заңды тұлғалардың депозитіне гарантия жоқ, жаңа айтқан ислам банктерінде гарантия жоқ. Олар вдруг мына нәрселер банкрот болса, онда кішкене әрине ақшаңыз қайтпай қалу, банкрот болып қалса қиын нәрсе. Ол жаңағы айтқанда міне кепілдік берілетін, ол тек қана ақша, 15 миллионға дейінгі жинақ салымдар, депозиттер, которые ұзақ мерзімде. Так карточкада ақша жататындар, алмал салмал дедім, Каспий банктың, Халық банктың анау перевод былай жүрген, ол 10 миллионға дейін міне тұр. Ал шетел валютасында ол 5 миллионға дейін қорғалған. Сондықтан айтып отырмын ғой, әсіресе жаңа 70% оқырмандарым отбасы банкке жинап жатыр екен. Қорқудың қажеті жоқ. Тіпті отбасы банк банкрот болып қалса да, сіздің ақшаңыз 10 миллионға дейін спокойно қайтады. Сондықтан қорықпай жинаңыздар, себебі мынау Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 100% сіздің ақшаңызға жауап береді. Осындай сомаға дейінгі жинаңыздар, әрекет етіңіздер. Бастысы болашақтарыңызға сену керексіздер деп айтқым келеді. Қысқаша осы.